Сіңдермен балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі. Сабақтың мақсаты зат есімнің жекеше және көпше түрлерін ажырату. Зат есімдерге көптік жалғауларын, дұрыс жалғауды білу. Ұйқас сөздерді пайдаланып, өлең құрастырып, үйрену. Серпілген сауал. Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің жекеше, көпше түрі дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап алайық. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, көгершін, жазушылар, құлындар. Зат есімнің жекеше, көпше түрі болады. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атайды. Мысалы, әке, үй, құс. Кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атайды. Мысалы, әкелер, үйлер, құстар. Жарайсыңдар балалар, сендер зат есім туралы және зат есімнің жекеше, көпше туралы мағлұматтарды еске түсірдіңдер. Енді ойынға кезек берейік. Ойлан, тап. Төменде берілген сөздерді зат есімнің түрлеріне ажырата отырып, тиісті бағанға орналастырыңдар. Бала, оқушы, дәптерлер, доптар, кітап, қаламдар. Енді өзіңді тексер. Жекеше түрі бала, оқушы, кітап. Көпше түрі дәптерлер, доптар, қаламдар. Жарайсыңдар балалар, сендер зат есімнің жекеше және көпше түрін дұрыс ажырата алдыңдар. Бірінші тапсырма. Орны ауысқан өлең жолдарын қалпына келтіріп оқы. Көк, көгершін, көгершін, жем жесінде семірсін. Көгершін келер жем үшін, балалар жем себелік. Енді өзіңді тексер. Көк, көгершін, көгершін, көгершін келер жем үшін. Балалар жем себелік, жем жесін де семірсін. Жарайсыңдар балалар, сендер өлеңді дұрыс құрастырып оқи алдыңдар. Енді өлеңнен зат есімнің жекеше және көпше түрлерін табайық. Ол үшін зат есімге сұрақ қоямыз. Не көгершін, не жем. Бұл зат есімнің жекеше түрі. Кімдер, балалар. Бұл зат есімнің көпше түрі. Себебі баланың бірнешеу көп екенін білдіріп тұр. Жарайсыңдар балалар. Енді көгершін
қандай құс? Оны неліктен бейбітшілік құсы деп атайды? Осы сұрақтарға сендер жауап айтады деп ойлаймын. Енді өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Көгершін өте сақ, әрі қолға тез үйретілетін құс болған. Ертеде соғыс кезінде бір жерден екінші жерге хабар апару үшін телефон құралы ретінде көгершіндерді пайдаланған. Тұмсығы немесе аяғына қат байлайтын болған. Міне сол себепті көгершінді бейбітшілік құсы деп атаған. Содан бері көгершіндер татулық пен достықтың символы болып табылады. Балалар, сендер көгершін туралы ақпаратты алды деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Шеңбер бойына жасырынған малдардың атауын тап. Сиыр, құлын, лақ, ешкі, түйе, жылқы. Жарайсыңдар балалар, сендер үй жануарларының атын дұрыс таба білдіңдер. Енді осы үй жануарларын көпше түрде айтып көрейік. Сиыр, сиырлар. Құлын, құлындар. Жақсы балалар, енді сендер әрі қарай үй жануарларын көпше түрде айта алады деп ойлаймын. Енді осы үй жануарларының өзіңе ұнаған біреуімен өлең құрастырып көр. Ол үшін сөздерді пайдаланамыз. Құлыншақ, даламен. Құлыншақ, баламен. Балалар, сендер осы тиісті сөздерді пайдалана отырып, өлең құрастыра алады деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Көптік жалғауларының тиістісін қойып, сөйлемдерді жаз. Түйе боздайды, сиыр мүңірейді, қой маңырайды, ит үреді. Осы жерде көптік жалғауларының тиістісін жалғаймыз. Тер, дер, лер және дар, тар жалғауларының тиістісін жалғаймыз. Енді өзіңді тексер. Түйелер боздайды, сиырлар мөңірейді, қойлар маңырайды, иттер үреді. Балалар, неліктен сөздерге қосымшалар түйелер, сиырлар, қойлар, иттер болып жалғанды? Бұның себебін білу үшін біз бірінші сыныпта өткен ережені
есімізге түсірейік. Қазақ тілінде сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыс жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Ал сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыс жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Сөздерге қосымшалардың бұлай жалғануын буын үндестігі деп атайды. Олай болса, балалар, сендер не себепті қосымшалардың бұлай жалғануын білді деп ойлаймын. Сонымен, балалар, сендер бүгінгі сабақта зат есімнің жекеше және көпше түрін ажыратуға тапсырмалар орындадыңдар. Зат есімге көптік жалғауын, дұрыс жалғауды білдіңдер. Ұйқас сөздерді пайдаланып, өлең құрастыруды үйрендіңдер. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.